Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 33-ші сабағын өтетін боламыз. Ендеше бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мұқият тыңда дейді. Хиуаз Доспанова Ұлы Отан соғысына қатысқан. Ол қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы. Хиуаз әуеге 300 рет ұшып шығып, Кубань, Қырым, Украина, Белоруссия, Германия жерлеріндегі жау бекіністерін бомбалаған. Хиуаз Доспанованың ерлігі дәріптеліп, ол туралы бірнеше кітап жазылды. Жауынгерлік еңбегі үшін халық қаһарманы атағы берілді. Балалар, енді жаңағыдай төмендегі сұрақтарға назар аударайық балалар, иә? Хиуаз Доспанова туралы білетініңді айт дейді. Балалар, Хиуаз Қайыр қызы Доспанова 1922 жылы 15 мамырда дүниеге келіп, 2008 жылы дүниеден озған екен. Екінші дүниежүзілік соғыста Қазақтан шыққан жалғыз әйел ұшқыш, жауынгер, батыр, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы болған екен. Хиуаз Доспанова соғыс кезіндегі өзінің ерліктерінен бөлек, соғыстан кейін де көптеген игі істер жасаған. Хиуаз Доспанова Абай операсы мен Шоқан Уәлиханов драмасын сахналауға, Медеу спорт кешенін салуға және көптеген тарихи маңызы бар еңселі ғимараттардың құрылысына ер азаматтармен иық тірестіре жүріп, араласып, көптеген игі жұмыстардың ортасынан табылған екен. Балалар, мінекей Хиуаз Доспанова біздің қазақтың жаңағыдай осындай ер азаматтармен иық тіресе отырып, игі жаңағыдай батыл істер жасаған батыр қыз екен балалар. Енді келесі х әріптері бар сөздерді тауып, осы сөздерге дыбыстық талдау жаса дейді. Балалар, бұл мәтінде Хиуаз деген сөзімізде х әріпі бар екен, және тағы да Хиуаз сөзі бар екен. Халық және де ха әрпі қаһарман деген сөзде бар екен. Енді осы сөздерге төменде жаңағыдай дыбыстық талдау жасап, төменге жазып кететін боламын балалар. Дыбыстық талдау дегеніміз әр дыбысқа дауыссыз ба, дауысты ма, дауыссыздардың ішінде қай түріне жатады, дауыссыздардың ішіне қай түріне жатады, неге соны анықтауымыз керек. Халық сөзінде х дауыссыз қатаң, а дауысты жуан, л дауыссыз үнді, дауыссыз дауысты жуан, қ дауыссыз қатаң. Хиуаз сөзінде х дыбысы дауыссыз қатаң, и дыбысы дауысты жіңішке, у дыбысы балалар дауысты да дауыссыз да болады, яғни ол алдындағы әріпке байланысты деген. Яғни бұл жерде бізде и әріпі дауысты болып тұрғандықтан и дыбысынан кейін келіп тұр, біздің уымыз. Егерде удың алдында дауысты дыбыс келетін болса, онда біздің уымыз дауыссыз болады. Яғни бұл жерде біздің уымыз дауыссыз у болып саналып тұр. Одан кейін а дауысты жуан, з дауыссыз ұяң екен балалар. Келесі қаһарманы. Қ дыбысы дауыссыз қатаң, а дауысты жуан, х дауыссыз қатаң, а дауысты жуан, р дауыссыз үнді, м дауыссыз үнді, а дауысты жуан, н дауыссыз үнді, л дауысты жуан. Мінекей балалар, біз осылай жаңағыдай дыбыстық талдау жасадық. Сонымен қатар Хиуаз әрпінде 5 әріп 5 дыбыс бар. Қаһарманы деген сөзімізде 9 әріп 9 дыбыс бар балалар, Балалар, енді екінші жаттығуға назар аударамыз. Кітапханашы хабарландыру жазды. Сиқыршы мәтіндегі сөздердің орнын ауыстырып жіберді. Хабарландыруды сөздерді тиісті орнына қою арқылы жаз. Тыныс белгілерін қой. Балалар, бұл жерде біздің кітапханашы апайымыз хабарландыру жазады, оқушылар назарына деп қойып, оны сиқыршы мәтіндегі сөздердің орнын ауыстырып жібереді екен. Біз оны енді қайтадан дұрыстауымыз керек. Олай болса балалар, біз бұл сөздердің орнын былай ауыстырып дұрыстайтын боламыз. Сен білесің бе, тұңғыш ұшқыш қазақ қызы кім? Ол туралы білгің келе ме? Онда кітапханаға кел. Мінекей балалар,
кітапханашы оқушылар назарына деп осындай хабарландыру жазған екен, және де тиісті тыныс белгілерін де қойып хабарландыруымызды дұрыстадық. Енді үшінші жаттығу. Тірек сөздер арқылы құрастыратын мәтіннің не туралы екенін болжа дейді. Бұл жерде тірек сөздер цирк, көшпелі, акробат, тұрақты, шабандоз, сайқымазақ сөздер арқылы мәтін құрастыратын болсақ, онда біздің мәтініміз цирк туралы болады, себебі мұнда цирктің көшпелі және тұрақты түрлері бар екенін біле алады екенбіз. Және де мұнда акробаттар, шабандоздар, сайқымазақтар қайда өнер көрсетеді? Әрине, циркте өнер көрсетеді, яғни біз бұл тұрақты сөздерді қосу арқылы мәтін құрайтын болсақ, онда ол сөзсіз цирк туралы болады, Енді осымен бүгінгі біздің 33-ші сабағымыз өз соңына жетті. Келесі сабақта кездескенше балалар.